келмей тұр ғой. Ол жанның несі. Жоқ, тән, сіз жаныңыз қалап тұр, тәнмен барып жүріп баруым керек қой мен. Мен аяғым жүріп бару керек ол жерге. Аяғым барғысы келмейді. Иә, аяғым барғысы келмей тұр. Сонда барған кезде сондай жайттар болған. Сондықтан тәнді тыңдау деген сөз жаңағы мысалы жүрегіңді тыңда деп айтып жатады ғой, жүрегің алдамайды деп. Осы жүрек, интуиция, тән деген нәрсені тыңдасақ, негізі біз қателеспейміз. Біз көбіне жаңа жан қалауымен нәпсінің айтқанын істеп қоямыз. Ұйықтағым келіп тұр, тамақ ішкім келіп тұр, қыдырғым келіп тұр деп солай жасап жүре береміз. Мысалы тән деген қай кезде жаралы болады? Тән жанның терезесі дейді. Мысалы жанымыз бар, жанымыздың терезесі ретінде тәнді қарастыруға болады екен. Енді демек тән жанның тіршілік үшін ғана емес, оның көркейіп өсуіне, тәрбиелеп қалыптасуына, дүниетаным көкжиегінің кеңеюіне ықпал ететін таным көзі. Енді бұл былай әдеби тілде айтқанда, иә. Ал енді тән жанның терезесі деп тұр. Жаңа тән мен жан тығыз байланыста ғой. Жаңа Назым ханым айтып отыр ғой, қалай білеміз, жан ба, тән ба деген сияқты. Бұл екеуі тығыз байланыста. Мынау жүректе өте көп өкпе реніштер, жылдар бойы жиналған ашу, ыза, кек, иә, соның барлығы жинала берген кезде ол біздің тәнімізге, денемізге қысым, зажим болып жинала береді. Тұншыға береді, жинала береді. Сондықтан көп психосоматикалық аурулар осы тәнді тыңдамағаннан. Тәнге іште сезімдерді тұншықтырып тастағаннан. Мысалы, әйел адамдар көбіне енесіне сезім шығара бермейді ғой. Енесімен келіспей қалуы мүмкін, иә? Енесі түсінбей қалуы мүмкін. Сосын әйел адам берекен үйде ойлап тұрады да, қош, айтпай-ақ қоямын деп жұтып жібереді. Солай жинала береді, тәнде қысымдар. Сосын ең бір күні тәніңіз ауырған кезде қалай білесіз, жаңа денсаулыққа уже сигнал береді. Иә?